Армысыздар, осы сағатқа келіп түскен елдегі және әлемдегі маңызды жаңалықтарды қысқа нұсқа назарларыңызға ұсынамыз. Студияда Асылбек Тойбек. Бүгін еліміздің басты құжаты Конституцияға 28 жыл. Ата заң 1995 жылы 30 тамызда қабылданған болатын. Жалпы елімізде Конституция тарихы 1993 жылдан басталады. Күні бүгінге дейін Ата заң 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 және 2022 жылдары реформаға түсті. Естеріңізге салайық, соңғы республикалық референдум қорытындысы бойынша Конституцияның 33 бабына ондаған өзгеріс енгізілді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ел халқын Конституция күнімен құттықтады. Президент ата заң мемлекеттілігіміздің мызғымас тірегі, әр еліміздің саяси және қоғамдық құрылысын, айнымас құндылықтар мен даму жолындағы стратегиялық бағыт-бағдарын айқындайтын басты құжатымыз екенін атап өтті. Жалпыұлттық референдум арқылы жаңартылған Конституциямыз ұлтты ұйыстырудың нағыз символына айналды. Сондай-ақ негізгі заңымыз елдің саяси жүйесін демократияландыруды, заң үстемдігін қамтамасыз етуді және халықтың әл-ауқатын арттыруды көздейтін ауқымды өзгерістердің берік тұғыры саналады. Конституциялық соттың құрылуы осындай институционалды реформаның бірі. Бұл құрылым азаматтардың құқықтары мен бостандықтары қорғалатынына әрдайым кепілдік беретін ата заңымыздың рөлін мейлінше арттырды. Жалпыға бірдей жол ашатын әділетті Қазақстанды құру үшін Конституция қағидалары қатаң сақталып қана қоймай, қоғамның сана сезіміне бір жола орнығуға тиіс деді президент. Сондай-ақ адал азамат деген атқа лайық әрбір адам ата заңның биік мұраттарын қолдайтынына және оны өмірлік ұстанымына айналдыратынына нық сенім білдіретінін жеткізді. Қазақстан Қытайға 1 миллиард долларға жуық шикізаттық емес экспортты ұлғайтуға дайын. Тараптар екі жақты тауар айналымының қарқынын транзиттік көлік саласындағы бірлескен жобаларды жүзеге асыруды көздеп отыр. Сонымен қатар өзара мәдени орталықтар ашпақшы. Ал 2024 жылы Қытайда Қазақстанның туризм жылын ұйымдастыруды жоспарлауда. Былтыр арадағы сауда 34%-ға өсіп, рекордтық көрсеткішке дәлірек 24 миллиард долларға жетті. Биылғы жарты жылдың өзінде ол 20%-ға артқан. Жалпы 2030 жылға қарай екі жақты сауда көлемі 35 миллиард долларға дейін жетеді деген болжам бар. Қытай Қазақстан экономикасына инвестор құюшы елдердің топ 5-тігі қатарына кіретінін айта кетейік. Ал Астанада ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкелері басталады. 2 қыркүйектен 29 қазанға дейін әр сенбі мен жексенбі күндері өңірдің өнімдері жеткізіледі. Түркістан облысының аграршылары өз өнімдерін елордада бірінші болып ұсынады. Аймақтан 70-тен астам ауыл шаруашылығы өндірушілері 556 тонна өнімді нарықтағы бағадан 15-20%-ға төмен сататын болады. Мәслихаттан шығып қалған депутаттардың орнына сайлау өтеді. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясы хабарлады. Сайлау осы жылдың 29 қазанында республиканың 11 өңірінде 21 сайлау округінде ұйымдастырылады. Барлығы 2 облыстық, 7 қалалық және 12 аудандық мәслихат депутаттары сайланатын болады. Сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес мәслихат депутаттығына 1 мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша сайланатын кандидаттарды саяси партиялар, қоғамдық бірлестіктер, сондай-ақ егер жарғыда тиісті өкілеттік көзделген болса, олардың құрылымдық бөлімшелері және өзін-өзі ұсыну арқылы азаматтар сайлауға түсе алады. Енді түркістандықтар жыл 12 ай бойы қысқы спорт түрлерімен шұғылдан алады. Шаһарда аймақтағы алғашқы мұз сарайының құрылысы аяқталып, салтанатты түрде ел игілігіне берілді. Конституция күні қарсаңында есігін айқара ашқан спорттық нысан бір уақытта 1200 адамға дейін қабылдай алады. Мұнда мәнерлеп, сырғанау, шорт-трек, конькимен жүгіру, хоккей жарыстарын өткізу үшін барлық жағдай жасалған. Ғимарат құрылысының көлемі 4000 шаршы метрден асады. Мұз сарайының салтанатты ашылу рәсімінде еліміздің түкпір-түкпірінен мәнерлеп сырғанау академияларының тәрбиеленушілері келіп, топпен және жекелей өнер көрсетті. Сондай-ақ Қызылордалық Қайсар мен Шымкенттік Тұран хоккей командалары жолдастық кездесу өткізді. Бізге бұл мұз ұнады, қатты және көтенуге ыңғайлы болды. Былай айтқанда осы ашылу өте керемет өтті. Жақсы, сіздерді құттықтаймыз. Тағы да сіздерге жаңадан фигуристер келсін және де олар өздерінің өшірде жұлдыз болып жаңа биіктерге жетсін.
Бүгін Конституция күніне арнап Силкуэ телеарнасы тікелей эфирде The Spirit of Астана халықаралық фестивалін көрсетеді. Шара 30 тамыз сағат 17:00-де Экспо жазғы сахнасында өтеді. Онда Қазақстан, Венгрия, Израиль секілді бірқатар елдердің шығармашылық ұжымдары өнер көрсетеді. Егер елордада болмасаңыз, шараны арнаның тікелей эфирінде тамашалау мүмкіндігі бар. Құрметті көрермен, біз де сіздерді Конституция күнімен құттықтаймыз. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан ауыспаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.